Сәлем, ана мен бала каналының оқырманы. Сіз тест көріп, жарқын эмоцияда жүрген шығарсыз, және де өте қуанышты шығарсыз деген үміттемін. Өз сезіміңіз қандай? Комментарийға жаза кетіңіз. Бүгін 4 және 5 апталық жайлы айтатын боламыз, себебі көбінде 3, 4, 5 апталықта тест көрсетіп, ХГЧ мөлшері көрініп жатады. Кейбір сезімталдығы төмен тесттерде екінші сызық әлсін көрінеді. Бұл деген сөз, ол сіздің аяғыңыз ауыр екенінің белгісі. Егер сенімдірек болғыңыз келсе, онда тағы да жақсырақ тесттер алып, 1 апта 5 күн аралығында жасап көріңізге болады. Енді әйелдің бойындағы өзгерістер жайлы айтсақ. Әйелдің бойында тез шаршап қалу, қатты шаршау, ұйқыға әуестік және тәбеттің ашылуы, үнемі ұйқының келуі көп байқалады, және де бастың ауруы да көп байқалады. Бас қатты ауырады, мигрен болуы мүмкін. Осындай өзгерістер болады. Шаршаған жағдайда болсаңыз, үнемі жатып демалыңыз және витаминдер ішіңіз. Ең алдымен өзіңіздің участковый поликлиникаңызға барып, әйелдер кеңесіне барып тіркеліңіз. Сол жерден кеңестер алыңыз. Анализдер, қан, зәр анализдерін тапсыруыңыз керек болады. Қазір внематочный беременностьтар көбеюде, аяқ ауырлықтың басқа деңгейі көбеюде. Сондықтан да УЗИ-ға түсуді ұмытпаңыз. Егер сізде егіз болса, ол 5-6 аптасында осындай нүкте болып көрінеді. Сізде қазір қандай жағдаяттар болып жатыр? Бізбен бірге бөлісіңіз, комментарийға жазып кетіңіз. Сізде қандай белгілер болуда? Барлық әйелдер өзінің жағдайымен бөліскенді ұнатады. Мен сізден комментарий күтемін. Арнама жазылуды ұмытпаңыз және лайк басыңыз, келесі ақпаратты күтіңіз.